Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ай-көйлек ойыны. Ай-көйлек ойыны ойын кең алаңда өткізіледі. Ойыншылар саны мен жас шамасына қарай екі топқа бөлінеді де, арасы 15-20 метрде жерде қол ұстасып, қарама-қарсы тіспе құрайды. Ойын жүргізуші екі топтың біреуіне кезек береді. Олардың барлығы қосылып, мына өлең жолдарын айтады. Ай-көйлек-ау, ай-көйлек, айдың жүзі дөңгелек, теміршіден дем шығар, үзеңгіден тер шығар. Ақ терек пен көк терек, бізден сізге кім керек? Екінші топтың ойыншылары былай деп жауап береді. Ай-көйлек-ау, ай-көйлек, айдың жүзі дөңгелек, теміршіден дем шығар, үзеңгіден тер шығар. Ақ терек пен көк терек, шолпан атты қыз керек. Шақырылатын баланың немесе қыздың атын атайды. Қарсы топтан шақырылған қыз немесе бала тізіліп тұрған топтың әлсіз жерін үзіп өтуі тиіс. Егер ол үзе алмаса, онда сол қатарда қалады. Ал егер үзіп өтсе, онда өзімен бірге ойыншылардың бірін ала кетеді. Ойын аяқталғаннан кейін екі жақтың ойыншылары саналады. Қай жақ көп болса, сол топ ұтқан болып есептеледі.